халық артисі, еңбек сіңірген қайраткері Ыдырышев Алихан Оразғалиұлы. Қош келдіңіз. Керемет. Ал, құрметті Алихан апа. Мұнан түсіріп алыңдар. Түсіріп алыңдар. Біреу түсіріп атыр ма? Сізді 75 жасыңызбен құттықтаймыз. Өнерде 50 жыл. Рахмет жаным. Қошеметтеріңіз. Мұнан қара. Рахмет. Өміріңіз осындай күнде әдемі болсын. Біз бүгінгі кездесуімізді ашамыз. Өнермен өрілген өмір. Құтты болсын апа, сіздің 75 жасыңызға орай. Осы 2025 жыл сіздің өміріңізде бір 50 жыл болған көрінеді. 75 жасқа толдыңыз. Театрда 50 жыл. Мынау Абай атындағы Семей облыстық драма театрынан бастадыңыз. Бірақ өміріңіздің табаны көрікті 50 жылын осы Бекен Римова драма театрына өткіздіңіз. Көрермендерге айтарым, Бекен Римова драма театры академиялық атағын алды. 25 жылы 50-ші маусымын ашты. Мені осы Алихан апамыздың арқасында, себебі 75-ші жылы мені өзіңіздей студенттермен негізін қалаған болатын осы апамыз. Қошеметтеріңіз. Сол театрдың негізін қалаған кезде өзі 2000 жылдары, 90 жылдары өте қиын кездер болды. Экономикалық тұрғыда дағдарыстар болды. Сол жассыздар. Сол театрды жаппай, жоқтан бар қылып ашып ұстауға қаншалықты қиын болды? Ол кезде енді шынымен де бір елде бір сондай ыңғайсыз жағдай болып қойды. Экономика құлдырады, жаңағы Талдықорған жан-жаққа кетті, адамдардың барлығы, үйлерінің бәрі босап қалды. Сонда театрды алып қалу үшін біз театрдың іші суық болды. Онда отта жанбайды. Содан біз шанаға салып алып, қажетті заттарымызды, жаңағы реквизит дейді ғой, киім-кешек реквизиттарымызды салып, қай жерде жылы жағдай бар сол жерлерге, редакцияға ол кезде гостиница Талдықорғанның қарсысында кішкентай зданияда болды. Сонда сол жерге театрдан шанаға салып алып барып репетициямызды жасайтынбыз. Ол кезде тіпті ақша да алмаймыз. Жаңағы ұнға, кәрішпеге спектакльдерді қойып, соны жаңағы актерларға бөліп беріп сөйтті. Одан кейін отын жинап есіктің алдында нан пісіріп, пирожки пісіріп сөйтіп күн көргенбіз. Шынымен де Құдай ондай замандар тумасын, сендердің болашақтарың жарқын деп ойлаймын. Өмірлерің жарқын болсын, аспанымыз ашық болсын. Ең бастысы, қалған жастар сендердің қолдарында Қазақстан, қазақ елі көркейіп өседі деп ойлаймын. Көп рахмет. Не деген ерлік. Ал біздің кездесуіміздің кіріспесі ретінде сіздің міне өнермен өрілген өмірде отырмыз. Сіздің сол өнермен өрілген өміріңізде шолу жасап шықсақ қалай? Мынау сіздің немереңіз, ағасының жасаған анау заманауи технологиялар, жасанды интеллект деген бар. Сіздің суреттеріңізді тірілтіп көріпті. Көрейік. Дубайда. Осы киномен барды. Суреттердің тарихын айтып отырсаңыз. Дубайға осы кино ойпырмай. Ойба, мына мен? Мынау қыздай жесір деген көн спектакль болды. Мына мен қожам ойнаған. Анау жанрды ойнаған, анау ата жаңағы. Қожам. Керемет. Молодая гвардия жаңағы спектакль. Мынау әже. Мынау тойы көбей деген спектакльден. Мынау гастрольде біз ауыл-ауылдар араймыз ғой. Анау ұлым. Мынау менің ең бірінші түскен кино Созақтан келген Гамлет деген. Керемет. Мынау Ана деген спектакльден.
Мынау бөрте спектаклінен жаңағы кеп отаны деген. Мынау жаңағы өздері көрген фильм бар ғой, дәстүр. Жаңағы анау жерде шығатын шайтан апа бар ғой, соны ойнайды. Мынау Дубай. Мынау оралған адам еді. Мынау Астана Любовь моя ойнайды. Мынау Ақнұр Бота. Ақбота Нұр. Фильмді көрдің бе? Иә, керемет деген жұмыс актерлық. Керемет, қолсы болып келесіде. Жалпы апал, сіз талай киноларға түстіңіз, мені қарап отырмыз. Анау Ақан Сатайдың Жау жүрек мың баласынан бастап, кейінгі мынау Тракторшының махаббаты бар, содан бәрі танитсызды. Сол рөлдердің барлығы есіңізде ма? Есімде. Есіңізде ма? Есіңізде болса, онда тексеріп көреді. Біз қазір сізге кинолардың афишаларын, үзінділерінен суретті қоямыз. Сол бағанағыдай сол киноларды тауып көрсеңіз. Қалай? Жарайды. Ал, керемет, кірсейік. Көрейік, ал. Мынау таптым ау сені. Таптым ау сені. Келесі фильм. Науғай фильмнің үзінді ойлайсыз? Мынау Жау жүрек мың бала ғой дейді. Жау жүрек мың бала, Ақан Сатайдың. Керемет. Келесі. Мынау бой тұрмай немесе сүйікті балаларым менің. Әне. Өте танымал кинолыңыздың бірі, е? Иә. Керемет. Мынау бір қандай? Қандай деп ойлайсыз? Болмаса оқушылардан кім біледі? Ар жақта мына апайларымыз отыр әне. Тракторшының махаббатымыз ба? Жоқ. Сырғалым емес па? Жоқ. Үлес олма. Сырғалма деймін. Сырғалым. Аха, сырғалым. Керемет. Апа, киноның көп түсіп тастапсыз ғой, е? Әр рөлдің өзінің орны бар дегендей ал. Вакцина от коррупции. Аты есімде жоқ. Әне. Вакцина от коррупции. Вакцина от коррупции деген. Өткір комедия. Иә. Бұған кейін тоқталамыз. Мынау. Мынау бар ғой, әке мен әке. Әке мен әке. Осы рөлді көбі мақтайды. Өте ауыр рөл дейді. Ауыр рөл. Соны бар ғой, менің басқа рөлдеріме ұқсайды. Керемет. Қол шапалақтап енді кезекті ойынға берейік. Иә. Бүгін 75 жас той, емін еркін. Иә. Өздеріңіздің жақындарыңыздың арасында міне 75 жаста ойын ойнамасқа. Неге ойын ойнамасқа? Мен сіз туралы 10 факт айтам. Ішінен шын болса, міне арнайы сізге. Шын болса, иә, бұл мен туралы десеңіз, жасыл көрсетесіз. Жоқ, бұл мен келіспеймін десеңіз, қызыл көрсетесіз. Бұл сонымен қатар сізде емес, мына көрермендер тексереді. Ал, көрермендер не деп ойлайды екен деген сұрақ. Ал, бірінші, менің бала кезгі арманым ұшқыш болу дейді. Көрермендер не дейді екен? Көрермендерден сұрап алады. Менің арманым көп болды өзі. Иә. Ұшқышта бар оның ішінде. Ал, біріншісі сіздерге оңайлықпен апа сіздерге подсказка берді десек. Келесін, сіздер жауап беріп көріңіздер, сосын апа сіз нақтылайсыз. Иә, солай немесе солай емес деп. Ал, қыз жібекпен бірге оқыдым дейді. Иә. Біздің Алихан апамыз қыз жібек рөлін ойнаған Меруерт Өтекешеваның курстасы екен. Қол шапалақтап қойсаңыз. Сондай тұлғалармен оқыған қалай? Сіз сол кезде білдіңіз бе? Сол Меруерт Өтекешеваның сондай дәрежеге мен түскен жылы Меруерт киноға түсіп жүрген. Бізде кезінде 2 поток болды. Бірінші поток біраз актерларды экзаменнен өткізіп алып, одан кейін екінші потокта жаңағы толмаған орындарды толтырады. Сол кезде онсыз да алатын еді Меруертті. Өйткені қыз жібекке түсіп жүрген кезі екінші потокта келді Меруертті. Ал меніменен жалғыз ғана Меруерт емес, менің курстарымның өзі
ылғи мықты актерлар. Бандыны қуған Хамит деген фильм бар. Сонда Досқан Жолжақсынов деген ағалар. Құнанбайды ойнады. Иә, Құнанбайды ойнады кинода. Біржан Салды ойнады. Ол енді театрда да көп рөлдер ойнады. Сол менің курстасым. Одан кейін Тұңғышбай Жаманқұлов деген аталарым бар. Ол да менің курстасым. Одан кейін Қадырбек Демесінов деген, сендер енді көре алмай қалған шығарсыңдар. Тамаша ойын-сауық отауы болған. Сол кезде сол тамаша ойын-сауық отауында кішкентай ғана шал Қадырбек Демесінов деген, сол менімен бірге оқыды. Одан тракторшының махаббатында ветеринар ойнайды. Сондай менің мықты курстастарым болды. Керемет. Қол шапалақ. Ал үшінші факт. Мен Тарбағатай ауылында тудым дейді. Тарбағатай ауылы Үржар ауданы. Қалай ойлайсыздар? Иә? Иә. Міне, жасыл. Жалпы сонда біз жерлес екенбіз онда. Да? Иә, менің әкем жат сол Мақаншыда тұрады. Қазір Мақаншыда Мақаншыдан міне жас сайын сол Мақаншыға барамыз. Керемет. Сіздің бір әлі тағы туысқандарыңыз бар екен біліп жүрміз. Ол жерден Донқұдығының директоры менің бауырым. Керемет. Алмас деген. Ал, келесі 4-ші факт. Мен оқуға бірінші рет барғаннан түстім дейді. Бірден түстім дейді. Оқуға барғаннан. Ай, молодец. Біледі екенсіздер, ал соның тарихын айтып беріңізші апау. Ой, мен неге келдім ғой енді. Жаңағы бала кезде бізде мына сотқы деген, телевизор деген жоқ болды. Шындығында да. Біз бар ғой, радиоменен өстік. Радио, әр үйде жаңағы радио бар, сол радионы қоямыз, көшеде радио тұрады. Жаңағы, сол үйдегі радионы құлағымызға төсеп, жаңағы кел балалар ойнайық деген ол кезде сондай программа болған. Неше жұмбақ жастырады, жаңағы неше түрлі жаңағы әңгімелерді айтады, мақал мәтелдерді айтады, кітаптардан үзінділер береді. Сол бір күні тыңдап отырсам, жаңағы еңлік кебек, Мұхтар Әуезовтің еңлік кебек пьесасы бойынша радио пьеса беріп жатыр екен. Сонда Бикен Римова апамыз ойнайды жаңағы. Содан әлгіні енді аяғына дейін күнде неше түрлісін тыңдайсың ба жаңағы. Сол жүрегіме қонып қалды. Мен өзі неше түрлі нормандадым, бешеде болғым келген. Ұшқышта болдым, геологта болғым келген. Содан жаңағы үйге әкем қонақтар келгенде дастан кітаптарды әкем көп оқитын. Сол кітаптарды қонақтар келгенде жаңағы дастандарды оқытып қояды. Сол дастандарды оқимын. Сөйтіп жүріп, неге екенін білмеймін, сол әртіс болғым келді. Сол 68-ші жыл мектепті бітіргеннен кейін, ол кезде орыстар көп, кешіріп қойсын. Содан ауылда өз жөнді орысша да білмейміз. Білмейміз. Ауылда қарапайым кішкентай ғана қара домалақ қыз Алматыға әке шешем айтпай, мұғалімдікке барам деп кетіп қалдым ғой. Соңғы алдында газеттен оқығам жаңағы нені. Содан келсем, Алматыға келсем, актерлік бітіп кетті. Ой бұл? Сол не істеймін. Сол жүрдім, қайттым. Ауылға келдім, түс алмадым дедім. Соны мектепке келіп, ол кезде буфетшісі болып істедім. Пирожки саттым, печенье саттым. Сөйтіп, жүрген кезде келесі жылға жаңағы Москваның Шепкин атындағы училищесі бар. Қазақ балаларын қабылдайды. Соған 2-ші курсқа 2 адам керек. Бір қыз керек екен. Культураға келдім, содан айтты, осылай қабылдаймыз деп. Соны кім Жүсіпбек Елебеков отыр екен, нақты сол кездегі білетін. Біраз қыздар кетіп, біраз кереметкен қаланты ғой мен ауылдікім. Содан не оқисың деді, Максим Горкийдің Сұңқар туралы жырын оқимын. Хакімжанованың ана туралы өлеңі бар, керемет. Жылап тұрып оқыдым ғой деймін әлі. Сонымен
Ена менен көрі сұлулауын алды, бойызымдау. Мен өтпей қалдым. Кейін. Иә, соның кейіннен не? Бұл 68 жылы болған уақиға. Соның келесі 69 жылы келдім, қайтадан жаңағы мен басына дайындап келдім. Тағы бір екі өлеңдер жаңа Сұңқар туралы жырымды тағы. Сонда маған алдындағы Министерство культурада өтпей қалған кезде кім айтты? Жүсіпбек айтты. Айналайын от болып тұр екенсің, сен келесі жылы Хадижа Бөкеева деген апам қабылдайды, сонда соған кел деді. Сол келесі жылы келдім де түсіп кеттім ғой бірінші потокта. Сондай жағдайлар болған. Не деген жігер, не деген? Алға қойған мақсатымды, талабымды орындау үшін жаңағы талпынасың ғой. Қайтпау керек. Арманың бар ма? Соны орындауға тырысу керек. Қайткен күнде жеңіп шығуға тырысу керек. Құлақтарыңыз алдын сұра, онда келесі фактке жылжиық. Менің алғашқы рөлдерімнің бірі қожа болды дейді. Иә, апамыздың алғашқы рөлдерінің бірі қожа болды. Жалпы көп деген ұлдардың рөлін сомдадыңыз жас кезіңізде. Қалай келдіңіз оған? Мен бар ғой, бойым кішілеу болды, сонысын өзі кішкене жығырлақ болдым ғой. Мінезді жаңағы тез қабылдаймын әр нәрсені, сосын тез ашылған, тез тақап кетемін. Соны бір күн қожаны берді, қожада енді Семей театрында болды. Семей театрында мықты актер Әбілқасым Жаңбырбаев деген Фратай Исова халық артистері. Сол кезде солармен бірге ойнадым. Соны анау кімнің қожаны аспанға космосқа ұшатын жері бар ғой жаңағы. Мені троспенен көтереді ана не. Содан жаңағы ой деп ана жердегі нелерін барлығын Майқанова деп мұғалім нелеріне мақтанатын нелер жерлер ғой. Соны трос үзіп жерге пұлш еттім, қолды сындырдым сол кезде. Соны сөйтіп жүріп сызадағы спектакль жалғастырыңыз. Спектакльді жалғастырыңыз. Сөйтіп соған қарамай жаңағы орыстарда бір мақал бар, искусство требует жертвы. Сол сияқты жаңағы қолынан келгенше халықтың алдында талай жығылып, сүрініп, қатты денеңді ауыртқан жерлеріміз болды сахнада. Сонда да жаңағы көрсетпейсің. Керемет. Ал 60 бақ дейді. Мен кішкентай кезімде орыс балаларымен төбелестім дейді. Апамызды бірден бір қойды. Бар ғой, мен көшемде орыстар көп тұрды. Менің бауырларым болды. Айыпқан, Азатқан, Мұратқан дегені. Олар аттың алар орыстарға төбелесіп таяқ жеп келеді. Bir күні бардымда жаңағы солармен бірге орыстарға жекпе-жекке шықтық қой. Содан бір орыстың жаңағы есігінің алдында қап-қара иті бар екен. Соны итті жіберді ғой бізге. Сол әлі күнде шырамын бар мына жерде. Соның иттің қапқан мына жерде. Сөйтіп оларға бой бермеуге тырысатынбыз. Қанша деген басқа ұлт болса да, өз ұлтыңды, өзің бауырларыңды, өзің қандасыңды жаңағы бұндай ұрғызып қарып қойғым болмайды. Көбіне ұл сияқты болады. Қазақтың батыр анасы, батыр қызы. Келесіне көшейік. Келесі бір қызық екен. Мен кішкентай кезімде дейді, қарбызбен атысатын. Ай! Бізді бар ғой мектепте жаңағы картошка жинауға, қарбыз жинауға, виноград жинауға, алма жинауға жібереді ғой. Сонда жаңағы ол кезде сол баламыз ғой, жаңағы класстағы балалар барлығымыз бір-бірімізге қарбызбен атысып, бет аузымызды жаңағы қарбыз жағып, үсті басымызға қарбыз жағып, лақтырысып сөйтіп ойнайтынбыз. Ой Алла. Балалық шақтың бір керемет есте алған. Ал енді мынау тағы бір қызық сұрақ дейді. Мен екінші рет үйленгенмін. Мен екінші рет үйленгенмін.
Sıra veririz. Жоқ. Соны дәлелдеу керек. Бізде дәлел бар екен, апа. Да, Дәлелдеу керек. Айтпақтайын, мыналар бар екен ғой бізде. Бағанағы апам түскен міне. Алпыстан асып барамын. Міне Қадырбек Темесінов балалары. Бағана. Қадырбек Темесінов. Мынау білетін шығарсыңдар. Апа тақиясыз. Тақиясыз періште. Сол жерде ене рөлін ойнайсыз, иә? Иә, қатал ене. Иә. Деп. Ал енді сонымен білейік. Апа шынымен екінші рет үйленіп қойды. Мынау бағанағы не? Менің әкем Тигр деген. Иә. Менің әкем Тигр деген. Роза Рымбаевасында ән айтып берші дейді ғой. Иә. Моя семья все-таки нужна была помощь. Ал, құрметті тойшылығым, минуточку внимание. Осының өзінде Той дегеннің қасына ойласаңыз, бүгінгі тамадаларыңыз мен болайын, сайласаңыз. Әне, Қадырбек адамның үйленіп алыпсыз ғой екінші. Мәз болды. Мен адамдарды жалғыз болған дегенге сенбесем, бірақ шындық ашық. Бұл ақиқат. Әне. Қоғамда осындай адамдардың көбейіп бара жатқаны рас. Бұл үлкен проблема. Осы эксперимент арқылы оларды азайтуға кішкене болса да үлесімді қостым деп Түсірілім есіңізде ма? ал мен өмірінің мәні болған қарттардың жағдайын жасауды жалғастырмақпын. Бірақ аталар мен апаларымның алтындарының пробасы қазіргілерге қарағанда әлдеқайда жақсы екен. Жоқ, мен де айтып кеттім. Қарттарымыз аман болсын. Өш! Әне, керемет. Қалай? Шын екен, иә? Өзіңіз білесіз бе екінші рет үйленгеніңізді? Әрине бұның Бірақ бәрі. шалдарым көп болды. Басқа киноларда неше түрлі шалдар үйленді. Бұның бәрі қалжың, бұның бәрі кино, бұның бәрі өнер. Біз қазір көп кино көреміз әлі бүкіл қызық алда. Ал 9-шы факт дейді. Мен кинода суға түскенмін дейді. Камера. Суға түскен. Қалай дейсіз? Жоқ? Ал тексерейік. Қайда? Өзім дұрыс. Ал, ойпырмай киносы бірге тамашалайық. Суға! Ал, енді келесіне өтейік. Келесі. Жалпы апа сіз хоррорды ойнадыңыз. Мына хоррор деген жанр. Ужасы, хоррор. Сосын комедиянда ойнадыңыз. Хоррор мен комедияны бір ойнағаныңыз есіңізде ма? Неге? Хоррор мен комедияны бір ойнадым дейді. Иә? Жоқ. Ал көрейік ал. Түсті ме есіңізге? Тракторшылы махаббаты. Аварияға түскен қозғалып келеді. Дайын шашу. Сіз тұр ғой. Жол апатына түскен қыз ғой. Қай ауылдың қызы? Танитын ғой. Білмеймін, ертең есін жиғасын өзінен сұраймыз. Оянды бағана. Кәмшат Жолдыбаева деген актриса. Әнші, кешуді әнші болып. Танымайтын жерде дейсіз ғой. Қызы ғой ұйықтап қалған, иә? Ұйықтап қалған қызын алып келе жатыр, соған қорқып отыр.
Берік Айтжан деген мықты актер. Көбіне қазір шетелдерде. Трактор жылы енді. Келдің ба? Ей, ет тұрып табан дайындайық. Әй, әне яғып жатырсың? Тарбиып бақалысың. Тұр, табан дайындайық. Керемет. Керемет. Естеліктер ұнады ма? Ұнады? Сіз білмейтін фактілер бар екен. Ал келесі кезекте бізде театр, киноға байланысты 10 сөз мына конверттердің ішінде жасырылған. Көрермендерден еріктілер келеді, конверт таңдайды, сол сөзді оқиды, сол сөзге байланысты сұраққа жауап бересіз. Ал араларыңнан біреу еріктілер келе ғой. Ашкеге Димаш. Бір сөз таңда, ал оқи ғой. Антракт дейді. Ал апа, антракт деген жалпы өзіңіз білесіз үзіліс. Өнердің арасында үзіліс. Сізде өнер мен өмірдің арасында антракт болып тұрды ма? Өнерден былай дем алсалған, үзіліс алған кезіңіз болды ма? Отпуск дейді. Иә, сол ғана. Еңбек демалысынан басқа үзіліс алған жоқсыз. Керемет, керемет. Амплуа дейді. Амплуа деген түсіндіріп жіберіңіз. Амплуа деген мынау театрға өте керекті дүниелер. Әртістің табиғи мінезіне сай келетін кейбір рөлдер жиынтығы дейді. Мінезіне сай, түріне сай дейді. Бойына сай. Иә, бұл мысалы ылғи жаңағы мен ұлдарды ойнадым ғой. Сол менің амплуам мысалы. Сол кезде маған берген неден. бұл жерде Меруерт Өтегешова бекер тұрған жоқ. Бұл бағанағы Қызбек дейтініміз апамыздың қызбасы. Ол кісі айтыпты интервьюында. Оның ойнаған рөлдерін мен ойнай алмаймын депті сіз жайлы. Сіздің ойнаған рөлдеріңізді ойнай алмаймын дейді. Сол жайлы айтсаңыз, ол рөлдеріңіз жайлы айтсаңыз. Менің рөлдерім көбіне жаңағы мінезді болып келеді. Мен апаны ойнаймын, баланы ойнаймын, жаңағы қызды да ойнаймын. Мысалы, Ілияс Жансүгіров туралы Ілияс деген спектакль болды. Мысалы, мен сонда Ілиястың махаббаты Мақпал ойнадым спектакльде. Сондықтан менің амплуам өте көп. Өте көп, жан-жақты деген сөз. Меруерт ол жаңағы әдемі, сұлу, байсалды, кең сондай аналар қазіргі бейнесінде сондай рөлдерге келеді. Ал менің жаңағы ойнаған неме атымен анау әке мен әкедегі рөлге Меруерт ойнай алмайды. Ол елестетуге мүмкін емес. Менің жаңағы немдегі рөлімді де дәстүрдегі рөлді де Меруерттен елестету мүмкін емес. Меруерттің өзінің қошымы, түрі, мінезі сондай. Бір сөзбен айтқанда амплуасы. Амплуасы. Иә, керемет. Қол шапалақтап қояйық. Келесі сөзді алып көрсет бізге, қандай сөз екен? Күшті дайындалыпсыңдар ғой. Дебют дейді. Дебют. Дебют дегеніміз. Апа, сіз өзіңіздің дебютіңіз жайлы айтып беріңізші бізге. Алғашқы дебютіңіз қандай болды? Әртістің алғаш сахнаға шығуы дейді. Абай театры. Ең бірінші менің дебютім қызым саған айтам, Сәкен Жүнісовтың сонда қыздың рөлі болды. Жаңағы шешесі ауырады, о дүние өтіп кетеді, сол кезде қыздың тағдыры. Дебютті алып шығу қиын болды ма? Мысалы, институттан бітірдіңіз? Қазір институт бітірдім, ол кезде бар ғой, жан тұзы, тезірек сахнаға шығып, көрерменнің алдына шығып, өзінің өнерін таныстырғың келіп, сондай шабытпен ойлайсың да, қорқақ
Қалпаға. Қошемет таңсыз. Бірақ волнение ана не болады. Алаңдау. Алаңдау жүрек деген сонда. Керемет. Ал сонымен тыңдап отырсаңыз тексерейік. Ал апаның дебюті не екен? Қай рөл? Қызым саған айтам дегенде қыздың рөлі. Біліп жүріңіздер. Қызым саған айтам. Ал келесі сөз. Драма. Драма дейді. Драма бұл әдебиеттің бір тегі дейміз. Драма сахнада ойналатын, диалогке құрылған көркем шығарма түрі дейді. Драма комедиядан өзгеше. Комедия, бірақ комедияны ойнау қиындау. Менің түсінігімде, чем драмаға қарағанда. Апа осы орысша қосып жүремін. Тырыстан орысша кетіп қалады. мынау өмірден атақты режиссер Болат Атабаев өтіп еді. Иә. Болат Атабаев бір кезде айтқан еді. Драманың басты шарты конфликт, тартыс деп. Иә. Сол Болат Атабаевтың сөзіне сайып, өмірдің өзі драма деуге келе ме? Келеді. Өмірдің өзі тартыс деген. Өмірдің өзі тартыс. Қазірдің өзінде қанша тартыстар жүріп отыр. Адам мен адамның арасында қарым-қатынаста да тартыс болады. Ол жаңа бәрі, сен жақсы, бәтсің, жаным сол онымен өтпейді ғой. Мен немереме күнде тартыс. Күнде тартыс. Жаңа біресе ұнайды, біресе ұнамайды. Мысалы ше, сондай ол өмірдің заңдылығы. Ол тартыссыз өмір қызық емес. Тартыс бар жерде қайта шыңғала түсесің. Ақиқат бар. Керемет. Келесі. Келесі сөзді көрейік. Төртінші ашық. Қандай? Репертуар дейді. Апа, сіз өз сөзіңізден қалай түсінесіз? Репертуар мына театрдағы қойылымдар. Міне, туындылар жинағы дейді, қойылымға дайындалатын. Театрдағы, мысалы театрда қазір неше түрлі спектакльдер жүріп жатыр. Мұғалім деген спектакль жүрді, ана спектаклі, қойшы көп спектакльдер. Солардың барлығы драма, не? Репертуар. Суреттегі кісіні танисыңдар ма? Бұл кісі... Қайсыңдар ма? Асан Әләшім. Сендер мынау лағатты біздің өмірде өткен жазушылар болсын, өнер қайраткерлері болсын, бір туар актерлар, мысалы осы Асан Әлі, соны естеріңде сақтап жүріңдер. Бұл өткенді естеріңе сақтамай болашақ болмайды. Өткен қалай, бірақ артқа қарап олардың істеген ісін емес, қайта олардың жасағандарын алдыға бастыртатындай, сондай деңгейде. Бірақ өткенді ұмытпау керек. Марқұм актер, қазақ театр өнерінің тарихи деп атайды. Бұл кісі айтады екен, киноға түспейтін себебім, бұған дейін түскен кинолардың дәрежесін түсіріп алғым келмейді дейді. Сол жайлы не ойлайсыз? Ол өте дұрыс айтылды. Біздің бұл кісінің түскен киносынан кейін бізде құлдырап кетті кино саласы. Түсірілмей қалды. Кино студияның өзін жаңағы жабамыз деді, аламыз деді. Шәкенге жететін, жаңағы Қожыққа жететін, сол кезде режиссерлар оқуда ол кезде болмады, ешті. Режиссерлар қандайында Москвадан оқиды ғой. Сондықтан тоқырау болды да, бұл кісі андайында ұсақ төгенді нәрселерге түскісі келмеді. Сол кезде жас та өтіп кетті сол кезде. Этюд дейді. Этюд. Ал. Сіз бағын деген не? Кім біледі? Этюд деген білесіңдер ме сендер? Этюд дегеніміз шағын импровизациялық көрініс деп бердік. Қасына маймыл суретін қойып қойдық. Апаға бір естелік салса керек. Бізде театральный университетте жаңағы әртүрлі етіп, біреулер жылқыны жасайды, жаңағы мықты жүйрік тұлпарды. Біреулер бүркітті жасады, біреулер жыланды жасайды жаңағы. Сонда мен маймылды жасадым. Маймылды сонда керемет жасасам керек. Ханшабай жаңағы комиссиялар келеді ғой, басқа мұғалімдер келеді жаңағы сабаққа қатысады ғой. Сендерде ашық сабақ деген болады ғой, сол сияқты бізде актерлардың ашық сабағы болады. Сонда
қай мұғалім десе де мені жасатып қойып, сосын алады да бір-екі кішкентайдан лақтырып жібереді маған жаңа. Ана айтады, жүгіріп барамын, адамда жеймін ғой. Соны енді қатты ұнаса керек, оны жеңілмін ғой енді. Ана мына столға секіріп, ана орындыққа, ана келін комиссияның жанында отырып аламын, шығып тұрмын, үстіндегі мен білмедім деп. Керемет. Жақын болды, айтып. Премьера. Мынау актерлардың ең керемет кино саласы болсын, театр саласы болсын, ең асыға күтетін дүниелер премьера. Премьера деген сол жаңа қойылым, фильмнің тұсаукесері дейді. Жақындағы премьера осы дәстүр 2. Сол премьерадан бір-екі видео бар екен, көрейік. Білмеймін, айта алмаймын. Өйткені өзім түсіндім ғой. Кейде бір рахаттанып ойнап шығасың. Сол сияқты бұл жерде де жақсы жерлерім бар енді деп қойып. Өзім актермізбен кейде ұнаймыз, кейде ұнаймыз. Бірақ мен барғым өзім туралы ешқашан ешнәрсе айта алмаймын. Өзімді өмірі мақтаған емеспін. Бірақ ішімде адам енді бәрібір өзін жақсы көреді ғой. Ал өнер деген нәрсе басқа. Өнерді бағалайды мына айналамдағы жүрген халық, айналам көрермендер. Сондықтан көрермендер жақсы көрсеткендер керек ойлаймын. Команда өте қиын кезде мынандай көз тыстың қара суығында жаңағы түсті. Осы фильмге түсіп жатқан кезде халық аттатарын алдым. Комедиямне? Кинодан. Қалай танымайсың? Мен сен кішкентай кезімде баққанмын. Ол кезде бар ғой сен, бізде еңбек деп жүрмейсің. Жүріп біздің ауылға, біздің ауыл деген керемет, ауа райы қандай, тауларымыздың. Жүріп, тоқташы. Осындай кадрлар керемет. Өте бір ерекше рөл болған көрінеді сіздің. Осы қуаным осыға түскенім. Керемет. Келесі. Аншылақ дейді. Апа, сіз өз сөзіңізбен қалай түсіндіңіз? Аншылақ қашанда көрерменің көп болса, Иә. аншылақ дейді. Билет табылмай, кіруге билет табылмай, есіктің алдында шіркен көрсеңдер жиналып тұрса халық көп болды. Мысалы, жаңағы неде көп болды ғой? Дәстүрде. Бірінші күні Абатырдан да асып кетті бірінші күні. Халықтың саны. Сонымен аншылақ деген спектакль немесе концерт билеттерін түгелімен сатылған аяқтайтын ақпарат. Ал апа, сіздің қай спектакльдеріңіз аншылақпен өткен еді? Менің ана спектакль. Ана спектакль, иә? Өте бір төңкеріп жүретін спектакль. Бұл біріншіден сахнаның үстінде өтеді, иә? Ана спектакль. Эксперимент. Зрительный залда ешкім жоқ. Мына жағында 100 адам отырады. Болды. Сол 100 адам қағынан емес. 100 адам бұлай бетпе-бет осылай жаңағы көзіңді көреді, реакцияңды жаңағы ішкі толғаныс жаңағы соның барлығы өтірік алдай алмайсың. Иә. Көрінеді. Керемет. Келесі, Жолдасбай. Комедия дейді. Тағы бір жанр. Комедия, халықты күлдірем деп комедияда қырсудың керегі жоқ. Комедияның уақиғаға байланысты сенімді ойнасаң, комедия болады. Ол комедияның жаңағы сатиралық түрі болады, әзіл-оспақ әртүрлі. Романның өзінде де комедиялық арасында уақиғалар болуы мүмкін. Сол комедияның қызығы мен шыжығы туралы айтып берсеңіз. Өзі ең қиын тек дейді осы түр жанр дейді комедия. Өте қиын. Ол комедияда
былай қарасаң жеңіл сияқты. Иә. Күлдірді бақ Күлдір күлсі жақсы. Күлмей жанымды қинайды ғой. Кейбір сахнаны осы жерді қатырып күлдірем қазір десең, күлмейді жүр. Ол шынайы болу керек комедия. Кейде өмірде өзіміздің кейбір қылықтарымыз шынымен комедия. Жаңа менің ана берген интервью комедия ғой. Мысалы ше, мен сол комедия ойнайын деген жоқпын. Ол әсер. Иә, Шынайылықтан неден шықты. Сондықтан комедия оңай емес. Комедия өте қиын жанр. Соның марғасқасы бірі өзіңізсіз Әлихан апа. Шапалақтап қояйық. Жалпы Әлихан апа, осымен 10 сұрағымыз бітті. Осында жиналған оқушылардың біразы өнерге қызығады. Ондай күн күнде туып жатқан жоқ, сіз күнде келіп жатқан жоқсыз, 75 жас күнде келіп жатқан жоқ дегендей. Көрермендерге бір шебер сынып, мастер-класс, актерлік шеберліктен сабақ берсеңіз. Қалайсыз ғой? Былай, Ахмет Байтұрсынұлының бір керемет бір мысалы бар. Айна мен маймыл деген. Айна мен маймыл деген мысал. Бірінші мәнерлеп оқып бастайсыз. Мәнерлеп, кейін мен сізге ситуация беріп отырмын. Соған өзгеріп отырасыз, соған сәл. Көрейік. Қане? Мәне бізде бағанаға көріп тұр ма? Мен көзім енді көріп. Айнаның қарсы алдында маймыл болып, айнада өз суретінде мысалы аюға жанында. Оқыла ма? Қазір айнаға аюға жанында көп ай. Ақырын аяғымен бері қара. Қазір бері қара. Ол кім өзі? Апа, ауысайық. Сіз мұнда әртіс болайын. Мен бастап көрейін. Қалай ойлайсыз, апа? Сіз маған сосын айтасыз, қай жер дұрыс, қай жер дұрыс емес. Отыз көріңіз, апа. Ал мені бір бағалау жеріңіз. Шеберлік. Шеберден баға алған күнде мүмкіндік туа бермейді. Қалай қызық екен? Айна мен маймыл. Өте бір танымал мысал. Қалай? Бері қара. Кім өз мұна? Білмеймін. Қайдан шыққан мұндай көріп? 12 мүшесінің бірі ол дейміз. Күрсам, қарап күрсам, әр жер. Мен бұған титтей ғана ұқсас болсам, шынымен шақса бөлерек. Ой, сізден кейін мен оқым келмей ғой? Бәрі оқып осы деймін. Ал, сонымен. Менде мына жерде 5 не бар. Маған көмектесіп жіберсеңіздер. Оқып бересіздер мына ситуация. Мен оған өзге болды. Ал, жасағай. Мына ситуациялар мен бастап оқимын. Мына ситуацияларды маған беріп отырасыз бірінен соң біріне. 6 жасар баласыз. Сөйтіп айтып. Ал мен басынан бастап оқимын. Айнаның қарсы алдына маймыл барып, айнада өз суретін көре салып, аюға жанындағы күліп айтты, ақырын аяғымен түртіп қалды. 6 жасар баласыз. Бері қара, бұл кім өзі мынау берің? Білмеймін, қайдан шыққан мұндай көрім, 12 мүшесінің бір оңды емес, көз соғып қарап тұрсам әрбір сенің. Мен бұған текке ғана ұқсас болсам, ішіне пышақ салып өлер едім. Осы кезде айналаңызда отты күшті ара шығып келеді. Ол рас бесеу қалай бар екені кейіпсіз нақ осындай бөлелер маймылжан біраз ғана. Осы кезде балаңызға күшік тістелеп қалмай қояды. Маймылжан біраз ғана менің бар жалғыз айтар сөзім бұл санағанша абайлап қарашы. Шек сілеңіз қатқанша күлкіңіз келеді. Аюдың бар ақылы айтқан досқа бір жүріп бірге тұрған көңіл досқа ал жөн адасқандық деген сөз ғой. Тыңдаусыз
Hor davada kaldı bosqa yallar. Алдар көшеге айналып кеттіңіз. Alдар көшеге айналып кеттіңіз. Мысалы адам маймыл өлеңді түсінгенге бар көп пайда. Айтылған өлеңдегі мінін көріп түзейтін мінез құлқын адам қайда? Айна біреудің мінін айтса өлеңшілер мәз болып тыңдағандар қарқ-қарқ күлер. Болса да нақ со мінез өз басында деп айтар секілді екен пәленшелер дейді. Бәрекелді. Қалай апа? Оннан қанша қоясыз? Ondan oluyor. Сөйтіп, сіз жас кезіңізде бағана айттық қой армандарыңыз жайлы. Iya. Көп армандардың дедіңіз, бағанағы геолог болам дедіңіз. Биші, Iya. ұшқышы бар, актері бар. Сонда биші болдық атты армандадыңыз, е? Iya. Сол сомдаған рөлдеріңізде билеуден де бас тартпадыңыз. Иә. Жақсы билеп қойдың, көрдік оны. Сол бір биіңіз тамашаласақ. Егер бір биіңіз тамашаласақ, мына жерде дайын тұр екен. От деп беріп қойыңыз. Аяқ ауырмай, көз жақсы көріп. Ağzı bir şey otursun da yapalım. Çalgası var mı bundan çok? Bir biletle koyup da oynamışlar mı? Abamızın diye veremedim. Çalada da, halada da. Bir taktın gözü. Bir ritim bir tak. Керемет. Бұнағамен жай көрсеткен жоқпын. Осы тракторшының махаббаты, ойбырмай кейін осы флешмобтармен аяқталған еді. Бүгінгі кешімізді де флешмобпен аяқтасақ. Қалай қарайсыз? Мектебіміздің хореографы Әсел Қалиақберқызының жетекшілігімен сіз түскен клиптің бір әуеніне билесек қалай қарайсыз? Орныңыздан İstemezsin işte, kutusu işte.
Апаның тағы бір клипі. Апа клиптен киноны былай тұрсын, клипті де жамылған сән. Жақсы, қалжыңдадым. Бірге жүрген қызық күндерім сен менде өткен күндерім қазақта өзіңіз білесіз, осы үйден құр шықпа дейді. Осы үйден құр шықпа дейді. Осы сіздің 75 жасыңыз тойыңызды мына бір кішкене сыйлықпен сыйласақ, ол бізде мынау біздің мектебіміздің оқушылары жасады. 75 жасында. Оскарға тәтетіңіз тапып өттіңіз, құтты болсын апа. Оқушыларымыздың атынан кішкене сыйлық тәтті. 75 жасыңыз құтты болсын. Өстіп, өнермен өрілген өміріңіз баршаға өнеге бола берсін. Аман есен 75-тің 3-ін 4-ін бірақ жасаңыз, аман есен болыңыз. Мынау өнерді табыс тілеймін сізге. Рахмет жаным. Мен де айналайын боталарым, құлындарым, сендерге мен де бар жақсылық тілеймін. Мына керемет мектепте оқып жатырсыңдар. Басқа мектептің оқушылары айтады ғой, жаңағы. Мә Назарбаевтың оқушылары мына басқа мектептен ерекшеленіп тұрады. Сондықтан мен сендерге болашақта жолдарың ашық болсын, бақытты болыңдар, сабақты жақсы оқыңдар, әсіресе кітапты көп оқыңдар.
Өйткені мен өзім осы өмірімде ата-ағалам ойбай бүйтем сөйтем деп табынған жоқпын. Мен адал, таза еңбек еттім. Әйтеуір халықтың көңіліне шығу үшін, халыққа ұнау үшін, солардың ойларынан шығу үшін солай еңбек еттім. Құдайға тәуба, соның арқасы шығар, жаңағы қайраткер алдым, облыстың құрметті азаматын алдым, халық артисін алдым. Ешкімге аға туғаным жоқ, жоғары жақта сүйемелдейтін. Ондай нәрсені құртыңдар. Таза, еңбек, адал. Әрқашанда жазып шығасыңдар, адал еңбек етсеңдер. Оқыңдар, білім ең бастысы. Аман сау болыңдар.